Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен отбасымыздың ең сүйікті тағамдарының бірімен бөліспекшімін. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең әуелі тартылған етімізге жақсылап күрішімізді жуып саламыз. Содан соң пиязымызды ұсақтап турап салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Содан соң піскен жұмыртқамызды ортасынан бөліп, дайын болған фаршымызды жақсылап жауып, дөңгелектеп шығатын боламыз. Барлығын дәл осылай видеодағыдай дөңгелектеп шығатын боламыз. Отбасыңыздың адам санына қарай көптеп жасасаңыздар да болады. Дәл осылай барлығын жинап шықтым. Енді кляр жасайтын боламыз. 2 жұмыртқаға ұнымызды және де тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аласыздар. Дайын болған жаңағы дөңгелек фаршымызды барлығын клярға аунатып, қызып тұрған майға барлық жағын бірдей қып-қызыл болғанша қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде барлық жағын қызартып қуырып алыңыздар, сонда біздің жаңағы фаршымыз ашылып кетпейді. Барлығын қызартып қуырып алып, бөлек ыдысқа алып алатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызға ең әуелі пиязымызды салып, сарғыш түске енгенше қуырып алатын боламыз. Содан соң сәбізімізді, болгар бұрышын барлығын қуырамыз. Артынша картопты дәміне қарай тұз салып, томатымызды салып қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Содан соң дайын болған жаңағы дөңгелек фаршымызды кезек-кезек орналастырып, бір бокал суымызды құйып, фаршымызды жайғастырып шығамыз, және де бір бокал суымызды құйып, астын ең баяу отқа қойып, 30 минутта бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған ләззат баршаңызға ас болсын.